Сәлем балақай. Қалың қалай? Бүгінгі күнің қалай өтті? Бүгін не істедің? Балабақшадан келген боларсың. Балабақшада тәртіпті болдың ба? Жарайсың. Сенің тәртіпті болатыныңа мен сенімдімін. Мен саған бүгін ұйқыға жатар алдында ертегі айтып бермекшімін. Ертегі қарға мен түлкі деп аталады. Ертегі тыңдауға дайынсың ғой? Жақсы, дайын болсаң, онда бастайық. Түлкі жол бойымен қарны ашып, ішегі шұрылдап келе жатады. Бір кезде алыстан биік тоғайдың басында отырған, аузында ірімшігі бар қарғаны көреді. Түлкі қуланып, қарға отырған тоғайға жақындап келеді де, қарғаға былай дейді екен. Қарға, қарғатай, сен осы орман ішіндегі ең әдемі, жүні жұмсақ құс екеніңді білесің бе? Оған қарға міз бақпастан үндемей отыра береді. Түлкі ары қарай, қайтсем ірімшікті қолыма түсірсем екен деп, айла амал ойластыра бастайды. Қарға, қарғатай, жүзің сондай шырайлы, сондай әдемі құссың. Сенің сұлулығың ерекше болып, алыстан көз тартып тұр. Қарға оған да үндемей, міз бақпастан ары қарай отыра береді. Түлкі ары ойланып, бері ойланып, ары қарай алдауға көшеді. Қарға, қарғажан, сен осы орман ішіндегі даусы ең әдемі құс екеніңді білесің бе? Сенің даусыңды естімегелі көп болды. Қане, әдемі даусыңмен ән шырқашы, дейді екен. Бағанадан бері үндемей тыңдап отырған қарға мақтауға есіріп, дандайсып, аузын ашып, қарқ деп әнін айта бастаған кезде, ірімшігі жерге түсіп кетеді. Соны аңдыған түлкі ірімшікті қағып алады да жеп қояды. Сөйтіп қарғаның азығы түлкіге жем болады. Бұл ертегіден қандай ой түйдің? Бұл ертегі бізге жамандықтан жиренуге, ешкімді алдамауға және мақтаншақтыққа жол бермеуге үйретеді. Енді ұйқыға жатып, тәтті түс көруіңе тілектеспін. Менің ертегім ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Қош сау бол.